Кедейлік қорқынышты ма? Кедей пақыры мұқтаж болуды кім қаласын? Тағдырдың тауқыметімен оған душар болған ауру сырқау, кемтар мүгедек, еңбек істеуге қабілетсіз, өз күшімен табыс табуға шамасыз, басқаның көмегіне мұқтаж болғандар мен тапқан табыстары жанұясына, өзін асырауға, күнкөріс жасауға жетпейтін баспанасыз жандар, жолда қалғандар шарасыздан осы топ қайын еді. Бұл кедей пақырлардың материалдық көмекке зәру болған бірінші тобы. Ал кедейліктің екінші тобына рухани жан дүние кедейлігі жатады. Бұған Құдай қанша байлық берсе де оған қанағат етпейтін махаббат ниеттер дүниеге шексіз ауып байланған. Оны пайдалы істерге жұмсауға, қайырымдылық жасауға қимайтын кедей болып қалам ба деп қорқатын пенделер. Қазақ: байлықтың да бір жоқтығы бар, аштықтың да бір тоқтығы бар. Байлық қолдың кірі, байдың малы бір жұттық десе, пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: бес нәрседен бұрын пайдаланатын қалыңдар. Қартаймастан бұрын жастық шағыңды пайдалан, өлместен бұрын өміріңді пайдалан, кедейленбестен бұрын байлығыңды пайдалан, ауырмастан бұрын денсаулығыңды пайдалан, жұмыстан бұрын бос уақытыңды пайдаланып қал деген екен. Кемеңгер ойшылдан Абай: жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас. Жамандықты қайдан байланып қалады дейсің? Қары қалың қатты қыстың артынан, көгі қалың көлі мол жақсы жаз келмеуші ме еді? Кедейлік те байлық та баянды емес екені анық айтып тұрғандай, онда кедейлік деген шыдамдылық, сабырлылық сақтап барына қанағат ететіндер үшін оның да түбі бір жақсылыққа, кеңшілік екені анық. Байлықты қолыңда тұрғанда екі дүниеде өзіңе сауап болатын қайырлы ізгі амал істерге жұмсап үлгермесең, оның да баяны мәңгілік емес. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: қанағат етушілер шындығында аш-жалаңаш болса да байлық иесі болады, ал қанағатсыз адам шексіз байлық иесі болса да нағыз пақыр сол деген. Кедейлік те байлық та пенделерге берілген Алланың бір сынағы. Одан сүрінбей өтсең, мәңгілік бақытқа қол жеткізе аласың. Пәни жалғандағы дүниеге қажеттілік ас-су, баспана, киер киімге зәру мұқтаждарды, міскіндерге, жолда қалғандарға, құлдыққа түсіп зорлық-зомбылық көргендерге қай дінде, қай қоғамда болсын көмектесіп қайырымдылық жасау адамдық міндетіміз. Ал мұсылман дінінде, жүрегінде иманы бар пенделер үшін бұл парыз. Бұл ардақты пайғамбарымыздың сүннеті. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: маған мұқтаж, әлсіз кедейлерді тауып әкеліңдер. Шындығында Аллаһу Тағала сендерге беріп жатқан жәрдемі мен ризығы іштеріндегі әлсіз мұқтаж жандардың құрметі үшін берілуде деген нақыл иелері үшін ой саралар өнеге. Ислам дінінде 5 парыздың бірі зекет, садақалар да осы мұқтаж жандарға тиесілі. Бір риуатта Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: ислам дінінің құрметі үшін кім не сұраса да ешкім мәселесін қайтармайтын еді. Бірде өзіне келіп жолыққан бір кісіге екі таудың арасына сыймайтын пәленбай мың қойды алдына салып айдатып жібереді. Ол еліне оралғанда қауымына: уа жарандар, ислам дінін қабылдаңдар, расында Мұхаммед кедейленіп қаламын-ау деп қорықпайтын мәрт жан екен деп жар салады. Арасында кедей адамдар алғашқыда дүниеге қол жеткізу үшін кәлимаға тілдерін келтірсе, көп ұзамай исламның мына дүние мен оның бар құндылығынан артық екенін түсініп, оны қатты жақсы көріп кетеді деген жомарттық кедейлерді мұқтаждықтан құтқарумен қатар дінімізге де пайда келтіретінін осыдан аңғаруға болады. Халқымыз өмірі үйретеді, үйренбесең күйретеді демей ме? Кедейлік кемістік емес, бірақ та бірінші екінші жеткізіп үнемдей білу маңызды. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: кімде-кім үнемшіл болса, ол кедейленбейді десе, қазақта дүние көпке емес епке тоқтайды. Қанағат қарын тойғызады, қанағатсыз жалғыз атын сойғызады. Қоя жесең қой қалады, тия жесең тай қалады, қоймай жесең нең қалады, теңсіз тамшыдан қор алады. Тез насихаттайтыннан осыдан талаптанып, еңбектеніп, үнемдеп үйренсек басқаға қол жайып кедейленіп қалудан аман болар едік. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: садақа еш уақытта мал-мүлікті кемеккен емес. Аллаһу Тағала өзгелерге кешіріммен қараған қолының абыройын сақтатады. Сондай-ақ Алла үшін кішіпейіл болған әрбір адамның дәрежесін өсіреді деген екен. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: сендерге 7 түрлі пәле келмей тұрып, сауапты істерді орындап алыңдар.
Сендерге бәрін ұмыттырып кедейліктен, не болмаса азғырушы байлықтан, не болмаса қабата қалдыратын аурудан, не болмаса халіңді қуатыңды кетіретін қаусаған кәріліктен, не болмаса кенеттен келген ажалдан, не болмаса зұлымдықтың ішіндегі ең сорақысы дәжжалдан, не болмаса дүниенің бәрінен де ауыр әрі ащысы ақиреттен басқаны күте аласыңдар ма депті. Мына бір мысал кедейліктен қорқатындар үшін ғибрат алалар. Сүлеймен пайғамбар құмырсқаны шыдамды, сабырлы, еңбекқорлығын сынамаққа бір құмырсқаны құтыға салып, бір жылғы тамағы бір бидайды жаны қойып, бір жыл құтыда боласын депті. Құмырсқа құтының аузы жабылмай-ақ бидайды сүйретіп айналып жүгіре бастапты. Бір жыл уақыты да өтіп Сүлеймен пайғамбар құтыны ашып қараса, құмырсқа жарты бидайды көтеріп сол айланып жүрген қалпы екен. Сүлеймен патша: ақымақ құмырсқа, мына жүгірсің, не шаршамайсың ба, дәнді де жеп бітірмепсің, десе құмырсқа: нәпсі құмар адамзаттың патшасы дүниемен айналысып жүріп, мені ұмытып кетсең, аштан өлмеймін бе? Үнемдей білу жоқшылыққа, ашаршылыққа апармайды, сақтықта қорлық жоқ, ал жүгіріп қозғалу, еңбектену — бұл өмір сүру, тіршілік жасау негізі. Ал бидайды қозғап желетпесең, ол да шіріп кететінін білмейсің бе? Депті. Сүлеймен патша құмырсқа жауабын тәнті болып ұшқан құс, жүгірген аң, қот құмырсқаны тілін білген жын-шайтандарды өзіне қызмет жасатқан, дүниенің байлығын иемденген Сүлеймен пайғамбар тек өз еңбегімен тапқан ақшамен, алған тамақпен ғана қоректенеді екен. Асып-тасымай Алланың көрсеткен тура жолымен өмір сүрген ол қарапайымдылық, жомарттылықтың өнегесін қалдырып, бұл жалған дүниеден өте шықты. Бар байлығын қалдырып, жалған дүние жым-жылас, ештеңе де болмағандай. Сиыры мен қасқыр қиссасы. Бұл Әбу Хурайра радиаллаху анху әңгімелеп берген хадис. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір күні сахабалармен отырған кезде былай дейді: бұрынғы заманда бір кісі сиырын айдап келе жатып, оның үстіне жүк артып алады. Сонда сиырға тіл бітіп, иесіне бұрылып қарап: мен бұл үшін жаратылған емеспін, мен егіндікке пайдалану үшін жаратылғанмын, дейді. Пайғамбардың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл сөзін естіген адамдар: субхана, Алла, ғажайып, сиыр сөйлеуші ме еді, десе, Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұған мен сенемін, Әбу Бәкір мен Омар да сенеді, деп жауап береді. Кейін тағы сөзін жалғастырып: баяғыда бір қойшы өрісте қой жайып жүрген қасқыр шауып, бір қойын тартып қаша жөнеледі. Қойшы болса артына жуғып жүріп, амалын тауып, қойын арашалап қалады. Қасқыр анандай жерге барып қайтарылып тұрып, жыртқыштар қаптаған кезде: қиямет күні менен басқа ешбір қойшы болмайтын күні, оны кім құтқарады дейсің, дейді қойшыға. Бұл әңгімені естіген адамдар: субханалла, десе. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мен бұған сенемін, және Әбу Бәкір де Омар да сенеді, деп жауап береді. Міне бұл хадис Бұхариде, Муслимде риуаят етілген. Әрине пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқан сөздері ақиқат, алайда ол ақиқатқа біз куә болмағандықтан және ақылымызды қорыта алмағандықтан ғана оны жоққа шығара алмаймыз. Құран кәрімде оны мақтап пәк деп дәріптейтін ешбір нәрсе жоқ, бірақ сендер олардың дәріптеулерін түсінбейсіңдер, деп баяндағандай. Исра сүресі 44-ші аят. Мына жалғандағы әрбір жаратылыстың өзіне тән тілдесу жолы бар. Бүгінгі таңда ғалымдар әр жануардың, құстардың өздерінің белгілі толқында сөйлесе алатынын айтуда. Мәселен, құмырсқа, бал араларын тілдесуін ғалымдар енді танып біліп жатыр. Хадистегі келесі мәселе: пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл сөздерін айтып отырған уақытта сахабалар ортасында ажырамас достары Әбу Бәкір мен Омар жоқ еді. Алайда пайғамбарымыздың олар бұл сөзді естісе ешбір мүдірмей кәміл сенеді деуі олардың Алла елшісі құзырындағы мәртебесін көрсетеді. Олай болса, бұл хадис аталмыш екі ел ағасы болған сахабаның қасиетін айрықша айшықтауда. Тағы бір мәселе: Алланың достары, яғни әулиелерге Алла тарапынан керемет берілетіндігін аңғартады. Әйтпесе адам баласы жануардың тілін қалай түсінбек? Осы мағыналас хадистер ислам тәлімінің әлі де болса зерттелмеген тақырыптарға ұшан теңіз екенін аңғартады. Ал ғылымның кенже дамып келе жатқаны соншалықты Құран мен хадистегі кейбір мәтіндерді ертегі деп қабылдай алмай жатады.